Сәлем, менің оқушыларым. Бүгін біз Activity Book кітабы, яғни жұмыс дәптер кітабымен жұмыс жасайтын боламыз. Сондықтан 72-ші беттегі 7-ші модульді ашайық, оқушылар. On page 72, module 7, about the story. Яғни бұл жерде кітаптағы 98-ші бетте оқыған әңгімемізге қарай тапсырмаларды орындайтын боламыз. Exercise 4, look, read and match. 4-ші жаттығу, қара, оқы және сәйкестендір деген, яғни 4 сурет берілген және астында 4 сөйлем берілген. Біз қай сурет қай сөйлемге сәйкес келеді, солай дұрыс жазып шығу керек екенбіз. Ендеше бастаймын, оқушылар. Бірінші A сөйлемін оқимын. Liam and Lily are sailing. Яғни, ол бізде қай суретке сәйкес келіп тұр, оқушылар? Ол бірінші суретке сәйкес келіп тұр, я? Яғни, кемемен жүзіп жатыр, я? Liam мен Lily. Енді B сөйлемін оқимын. B сөйлемі. They are getting wet. They are getting wet. Қай суретке сәйкес келіп тұр, яғни үстері су болды деп тұр, я? Ол бізде үшінші сурет. C сөйлемін оқимын. Jake is water skiing. Су шаңғысын яғни қай суретте су шаңғы теуіп жатыр, Jake? Ол бізде екінші суретте. 2C болады және соңғы D-ді оқимын. Charlie is jumping up and down. Ол бізде қай суретке сәйкес келеді? Яғни ол 4D болады екен. Міне осылай 4-ші тапсырманы орындаймыз, оқушылар. Енді келесі астына қараймыз. Exercise 5. Find and circle then write. Яғни мына жерде біз дыбыстық жаттығу өткен болатынбыз, яғни W және WH пен берілген В деген дыбысты береді екен. Соған сәйкес біз сөздерді табу керек екенбіз. Мына адасқан сөздердің ішінен, оқушылар. Қазір табатын боламыз, яғни біріншісінде бізде win деген сөз тауып тұр, я? Екінші суретке қараймыз. Ол бізде нені білдіреді? White, ақ түсті. Үшінші walrus. 4-ші whale, 5-ші wheel, 6-ші watch TV, 7-ші water және 8-ші whiskers деген сөз шығады екен, оқушылар. Осылай жазып аламыз. Келесі exercise 6. Listen and circle the words you hear. Яғни бұл тыңдалым екен. Біз естіген сөзімізді тауып жазу керек екенбіз. Яғни бұл жерде мен біріншісі win болады. Екіншісі wait, үшіншісі walk, 4-ші wheel, 5-ші wear, 6-ші whale деген сөздер шығады екен, оқушылар. Міне 6-ші тапсырманы осылай орындаймыз. Енді ары қарай жалғастырамыз. Келесі бетті ашсақ, on page 73, exercise 7, 7-ші тапсырмаға қараймыз. Look, read and circle A or B. Яғни 2 сурет берілген. Біз сол суреттердің ішінде мына сөйлемдерге қайсыз дұрыс сәйкес келеді? A ма немесе B ма, соны белгілеп шығамыз. Яғни бұл жерде бірінші бізде The boy can skateboard A суретінде болса, The girl can skip B суретінде болады, The man can jog A суретінде болса, 4-ші the woman can play the violin A суретінде, 5-ші the dog can skateboard, ол B суретінде екен. Оқушылар осылай жазамыз. Келесі exercise 8. Read and complete. Сөйлемдерді оқып, дұрыс үстеуді қою керек екенбіз, оқушылар. Бірінші бізде беріліп қойыпты. Can play football very well. Екінші, please speak quietly, the baby is sleeping болса. Үшінші, Сәуле, come here quickly. 4-ші, she is skipping happily. 5-ші, why is he speaking so loudly? 6-ші, Әсел, play the guitar badly болады екен, оқушылар. 9-ші тапсырма exercise 9. Rewrite the sentence as an example. Яғни мысалға қарап отырып, біз дұрыс сөйлемді құрау керек екенбіз. Мен құрап шықтым. Біріншісі беріп қойыпты. Қанат plays football badly. Екінші, Әсел swings fast. Үшінші, Kairat's dad is a careful driver. 4-ші, Сәулес mom cooks well. 5-ші, we learn quickly. 6-ші, we write slowly. Міне осылай тапсырмаларды жазып аламыз, оқушылар.
Жалғастырамыз ары қарай. On page 74, 74-ші бетте, exercise 10, look, read and complete. Бұл жерде де суретке қарап, дұрыс сәйкес келетін етістіктерді қойып жазу керек екенбіз оқушылар. Қазір бірге орындайтын боламыз. Мен толық орнына қойып оқып шығамын. Hi, my name is Asel. I'm 11 years old and I can do a lot of things. I can skip and I can jog. I can play the violin too. I can't do karate or water skiing, but I can skateboarding. What about you? What can you do? Асел дейді. Міне осы сөздерді қойып шығады екенбіз оқушылар. Келесі exercise 11. Now read again and write yes, no. Енді осы әңгімеге қарай біз сөйлемдер дұрыс болса yes, дұрыс емес болса no деп жазып шығады екенбіз. Бірінші бізде Асел is 10 years old. No, дұрыс емес. Екінші she can skip. Ол бізде дұрыс. Yes. Үшінші she can water ski. No, дұрыс емес. Төртінші she can play the violin. Yes, дұрыс. Бесінші she can do karate. No, дұрыс емес. Алтыншы she can skateboard. Yes, дұрыс екен. Ал мына жерде exercise 12 circle the odd one out, яғни бір артық сөзді алып тастау керек екенбіз. Мен сол артық сөздерді, алып тастаған сөздерді жазып кеттім. Белгілеп қойсаңдар болады оқушылар. Бірінші сөйлемде бізде pull артық сөз, екіншісінде бізде way деген артық сөз, үшіншісінде dive деген артық сөз, төртіншісінде violin деген артық болады, бесіншісінде wet деген сөз артық, алтыншысында swimming деген сөз артық екен оқушылар. Келесі exercise 13, listen and draw lines. Яғни мына жерде тыңдалым оқушылар. 4 ат берілген, 4 оқушы Моника, Рэй, Энн, Стив. Кім қайсы затпен немен айналысады, сол туралы тыңдалым берілген. Ал мен қазір жауабын бірден жазып кетемін. Бізде бұл жерде Моника C суретінде бізде не тұр? Скейтбордпен екен айналысады. Рой бізде A суреті, яғни violin мен айналысады. Ән бізде B скиппен, яғни скакалкамен айналысады, және Стив бізде D деген суретпен сәйкес келеді екен оқушылар. Ал 14-ші жаттығу exercise 14, read and find the stickers. Кітаптың артында People's Book кітабымыздың артында бізде стикерлер бар, иә оқушылар. Сол стикерлерді мұнда жабыстыру керек екен. Мен тек қана аудармасын айтып кетемін. Біріншісінде скейтбордтың суретін жабыстырамыз, екіншісінде карате екен, үшіншісінде jog, шағын жүгіру, иә. Төртіншісінде violin, скрипканы, бесіншісінде surfingді, алтыншысында кемемен жүзуге байланысты стикерлерді жабыстырып кетсек болады оқушылар. Келесі 15 exercise 15. Бұл жерде оқушылар суретке қарап отырып, яғни судың бұлтқа қалай айналады және бұлттан қалай су болады, сол туралы айналым ретінде суреттерін беріп қойған, яғни су туралы бұл жерде судың айналымы. Соған біз төбедегі қызыл сөздерді қойып, дұрыс жазып шығу керекпіз. Мен жауаптарын жазып кеттім. Біріншісін жазып қойыпты, яғни бір деген жерге evaporation, екіншісіне қараймыз. Екіншісінде бізде не болады? Бұлт көріп тұрмыз, cloud formation, үшіншісінде condensation, және төртіншісінде precipitation деген сөздер шығады екен оқушылар. Міне осы сөздерді жазып қоямыз. Келесі бетте exercise 16, look, read and match. Бұл жерде де оқып, мына жердегі суреттермен сөйлемдерді сәйкестендіру керек екенбіз. Яғни бұл жерде бірінші сөйлемде she can ride a bike, яғни ол велосипед айдай алады. Ол бізде қай суретпен сәйкес келеді? A1 болады екен. B'ді оқимын. He can do karate. Қай суретпен сәйкес келеді? Ол бізде 4. Я? Үшінші C. He can play football. Ол бізде 5-ші суретпен, яғни Лионел Месси, яғни Аргентина, ол бізде 5-ші суретпен. Келесі D. He can swim. Жүзе алады. Ол бізде Дмитрий Баландин. 6. Еді оқим. She can ride a horse. Ол бізде Зара Филлипс, яғни 3-ші суретін сәйкес келеді. Және соңғысы he can play tennis. Ол бізде Рафаэл Надал. F. Екінші суретпен сәйкес келеді екен. Міне оқушылар, осылай жазып аламыз. Түсініксіз болған жерлерді комментариядан сұрасақ болады оқушылар. Жарайсыңдар, барлық тапсырманы орындап болдық. Каналға тіркеліп кетеміз. Сау болыңдар.